Сәлеметсіздер ме? 5-ші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 4-ші сабақтың жалғасы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың вирустық түрлері. Жыныстық жолмен берілетін вирустық инфекцияларға адам иммунитет тапшылығы вирусы, генитальды герпес, Б және С гепатит вирустары және адам папиллома вирусы жатады. Гениталды герпестен бастасақ. Бұл ерінге шығатын герпес вирусы, яғни ұшыққа ұқсас бірдей болып келеді. Тек жыныс мүшелерінде анус аймағында шығады. Ересек адамдардың 90% шалдыққан, яғни өте кең тараған. Берілу жолы жыныстық қатынас арқылы, терінің жанасуы кезінде, сүйісу, аралды жыныстық қатынас кезінде жұғуы мүмкін. Бұл вирустың белгілері сыртқы жыныс мүшелерінде анус немесе ауыз аймағында ашу, қышу сезімдермен басталады. Кейіннен сұйықтыққа толы визикулаларға айналады. Жарылған жағдайда, осы визикулалар жарылған жағдайда олар көбейеді және ауырсынады. Герпес емделеді, бірақ толықтай организмнен кетпейді. Себебі иммунитет түскен жағдайда қайта пайда болуы мүмкін. Біздің организмімізде өмір сүре береді. Асқынуы жүйке жүйесі және герпестік менингит дамуы мүмкін. Жүктілік кезінде балаға жұғады, мерзімінен бұрын босану орын алуы мүмкін. Б және С вирусты гепатиттері. Бұлардың белгілері тұмау белгілеріне ұқсап келеді. Басында әлсіздік, температураның жоғарылауы, тәбеттің болмауы, буындардың ауырсынуы, жүрек айну, құсу секілді белгілермен көрінеді. Асқынған жағдайда дененің, көздің сарғаюы, зәрдің қараюы орын алады. Буын ауырсыну, асқазан ішек жолдарындағы дискомфорт, бауыр жақта ауырсыну сезімдері, жүрек айну, терінің бозаруы, сарғаюы бұл гепатиттің алғашқы белгілері болып табылады. Бұл қалай жұғады? Жыныстық қатынас арқылы жұғады. Стерилді емес құралдар қолданған жағдайда, яғни маникюр, педикюр, шаштараз, татуировка жасайтын жерлерде арнайы құралдардың стерилизациядан өтпеген жағдайында жұғу мүмкіндігі өте жоғары. Тері қабаттарының жаралары мен сызаттары арқылы, яғни жараларға ауру адамның сұйықтығы түскен кезде жұғуы мүмкін. Және тұрмыстық жолмен жұғады. Көп жылдар бойы симптомсыз жүреді, ал асқынулары өте ауыр. Бауыр циррозы, бауыр обыры, бауыр жеткіліксіздігі, босану кезіндегі балаға жұғуы. Бауыр циррозы, бауыр жеткіліксіздігі, бауыр обыры, бұның аяғы үнемі өлімге алып келуі мүмкін. Адам папиллома вирусы. Адам папиллома вирусы қазіргі таңда обырдың себебі болып табылатын жалғыз вирус, анықталған жалғыз вирус. Әйел адамда жатыр мойны обырын, ер адамда аталық мүшенің обырын шақыратын жоғары канцерогенді типтері болады. Көп жағдайда адам ағзасынан өздігінен 1-2 жыл ішінде кетіп қалады. Адамның иммунитеті бұл вирусқа қарсы өзі әрекет етеді. Бірақ адам папиллома вирусынан нақты толық емдеп шығаратын ем әлі ойлап табылған жоқ. Жалғыз емі тек алдын алу, яғни жыныстық қатынас болмай тұрып жасөспірім кезде екпе алу. Өкінішке орай дәл қазіргі уақытта Қазақстанда бұл екпе жоқ, бірақ 2024 жылдан бастап екпе алу мүмкіндігі болғалы тұр. Төмен канцерогенді түрлері теріде папилломаларды туындатады. Сүйел тәріздес қатты өсінділер пайда болуы мүмкін. Жалпы жағдайда ешқандай симптомсыз жүреді. Жыныстық қатынас арқылы жұғады дегенмен, енусіз де жұғуы мүмкін. Яғни жыныстық қатынас толық болмаған жағдайда да жұғуы мүмкін. АИТВ, яғни адам иммунитеті тапшылығы вирусы, ал ЖИТС дегеніміз бұл жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы. АИТВ әртүрлі жолдармен жұғатын вирус, ал ЖИТС дегеніміз бұл емделмеген АИТВ инфекциясының ауыр асқынуы болып табылады және соңғы сатысы болып табылады. АИТВ адам ағзасы басқа ешқандай инфекцияға төтеп бере алмайтындай етіп иммунитетке шабуыл жасайды. Сондықтан АИТВ-сы бар адам басқа ауруларға, обырларға төтеп беруі өте қиын.
ЖИТС анализбен анықтайтын диагноз емес. Бұл бірнеше факторларға негізделіп қойылатын диагноз. ЖИТС бар адамдарда қатерлі ісік, инфекциялық аурулардың дамуы өте жиі кездеседі. 2020 жылы бұл вирус 33 миллионға жуық адамның өмірін қиған. 2019 жылдың аяғындағы жағдай бойынша әлемде АИТВ инфекциясымен өмір сүретін 38 миллион адам бар. АИТВ бойынша қызметтермен қамтудағы олқылықтарға байланысты 2019 жылы АИТВ-мен байланысты себептерден бүкіл әлемде 690 мың адам қайтыс болды және АИТВ инфекциясының 1,7 миллион жаңа жағдайы тіркелген. АИТВ диагнозын дәл сол күні нәтиже алуға мүмкіндік беретіндей жедел тесттер арқылы анықтауға болады. АИТВ инфекциясын емдеп жазатын дәрі-дәрмек әлі ойлап табылған жоқ. Алайда антиретровирустық препараттармен тиімді емдеудің арқасында вирусты бақылауға және бір қалыпты ұстауға болады. Бұның жұғу жолдары ауырған адамның қаны, спермасы, қынап бөліндісі, омырау сүті сау адамның денесіне енген жағдайда жұғады. Басқа дене сұйықтықтарында вирус болғанымен ауру тудыратындай көп мөлшерде болмайды. Анадан балаға жүктілік, босану, емізу кезінде жұғады. Ал қандай жолмен жұқпайды? Ауа тамшылы, тұрмыстық жолмен, ортақ ыдыс, дәретхана, спорттық ойын, мектепте, бассейнде жұқпайды. Қол алысу, құшақтасу, сүйісу қауіпсіз болып саналады. Және жәндіктер арқылы жұқпайды. Белгілері: ұзақ айлар бойы, тіпті жылдар бойы симптомсыз жүре алады. Бірақ адам жұқпалы болады. Бастапқыда қызу, бас ауруы, тұмау белгілері секілді тамақ ауырсыну, лимфа түйіндерінің ауырсынуы, буын ауырсынуы симптомдары болады. АИТВ-да терезе кезеңі деген бар. Бұл 6 айға дейін созылуы мүмкін. Яғни ағза АИТВ-ға қарсы антиденелер жасап болмаған сәтте егер сіз анализ тапсырған болсаңыз, сіздің анализіңіз теріс болып шығады. Бірақ 6 айдан кейін қайталап анализ тапсырсаңыз, ол оң болуы мүмкін. Яғни сіздің терезе кезеңінде сіз анализ тапсырып теріс нәтиже алды деген сөз. Сол себепті де АИТВ-ні міндетті түрде 6 ай аралық салып 2 рет тапсырған дұрыс. Антиретроградты терапия қабылдайтын адам жыныстық серіктесіне жұқтырмайды. Бірақ антиретроградты терапияны барынша ерте бастаған жөн. Терапияны қанша ерте бастаса, соншалықты АИТВ-мен жақсы өмір сүруге болады. АИТВ-ға анонимді тексерілуге болады. Сізге арнайы код беріледі, сіздің аты жөніңіз жасырын болады. Ал анализдің результатын алатын кезде сіз тек қана кодыңызды айтқаныңыз жеткілікті. АИТВ-мен ауыратын адамдар қалыпты өмір сүре алады және қоғамнан шеттетілмеуі қажет. Бұл 5-ші сабақтың аяғы. Назарларыңызға рахмет.